Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Аға оқытушы, техника ғылымдарының магистрі Мұхаммедкалиева Айнаш Нұрболатовна мұнай және мұнай өнімдерінің тауарлық тасымалдау операциялары пәні бойынша магистралдық мұнай құбырлары мен мұнай өнімдері құбырларының есептелуі тақырыбындағы дәрісімізді бастаймыз. Өтетін болсақ, магистралдық құбырларды есептеуге арналған жалпы ережелер мен бастапқы деректер мұнай құбырлары мен мұнай өнімдері құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын жобалау мен қамтамасыз ету үшін қажетті талаптар, параметрлер мен сипаттамалардың жиынтығын қамтиды. Магистралды құбырларды есептеу жобалау кезеңінде жүргізіледі және пайдалану жағдайларын, қолдану жағдайларын немесе тасымалданатын өнімнің қасиеттерін және нормативтік құжаттардың талаптарын ескере отырып, құбыр диаметрлерін, қалыңдығын, айдау режимдерін және сорғы станцияларының орналастыруды оңтайлы таңдауға бағытталған. Бастапқы деректерге ең алдымен тасымалданатын мұнайдың немесе мұнай өнімінің сипаттамалары жатады. Оған тығыздығы, тұтқырлығы, қату температурасы, қаныққан буларының қысымы, су мен механикалық қоспалардың мөлшері. Бұл параметрлер гидравликалық кедергіге, айдау режимін таңдауға және өнімді қыздыру қажеттілігіне айтарлықтай әсер етеді. Сонымен қатар құбырдың есептік өнімділігі, яғни уақыт бөлігінде тасымалдануы тиіс өнімнің көлемі мен немесе массасы да ескеріледі. Маңызды бастапқы деректердің қатарына құбыр трассасының ұзындығы, жер бедерінің профилі, биіктік айырмасы, құбыр төселетін ауданның климаттық жағдайлары, топырақтың жаңа сипаттамалары және сейсмикалық белсенділік деңгейі кіреді. Бұл факторлар напор шығындарын, аралық сорғы станцияларын орнату қажеттілігін, құбырды төсеу тәсілін және оның беріктігі мен орнықтылығына қойылатын талаптарды айқындайды. Есептеулер барысында құбырдағы жұмыс қысымы мен рұқсат етілген ең жоғарғы қысым, пайдалану кезінде температуралық режим, сондай-ақ сенімділік коэффициенттері мен беріктік қоры ескеріледі. Осы деректердің негізінде құбыр материалы, оның диаметрі мен қабырға қалыңдығы, коррозияға қарсы қорғау түрі және оқшаулау тәсілі таңдалады. Сонымен қатар бастапқы деректерге қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау және экономикалық тиімділік талаптары енгізіледі. Бұл қысымның рұқсат етілген жоғалуларын, айдауға жұмсалатын энергия шығындарын, құбырдың жай-күйін автоматтандыру және мониторингтеу мүмкіндіктерін, сондай-ақ жобалық шешімдердің қолданыстағы стандарттар мен құрылыс нормаларына сәйкестігін ескеруді көздейді. Осылайша жалпы ережелер мен бастапқы деректер магистралдық құбыр мұнай құбырлары мен мұнай өнімдері құбырларының кейінгі гидравликалық берік және жылулық есептеулерінің негізін құрайды және оларды сенімді әрі қауіпсіз экономикалық тұрғыдан тиімді пайдалануын қамтамасыз етеді. Магистралдық мұнай құбырлары мен мұнай өнімдері құбырларын гидравликалық есептеу жобалаудың негізгі кезеңдерінің бірі болып табылады. Өйткені ол берілген өнімділікті қамтамасыз етуге, қажетті қысымда ұстап тұруға, энергия шығындарын азайтуға және айдаудың тұрақты режимін қамтамасыз етуге тікелей әсер етеді. Гидравликалық есептеудің негізгі мақсаты көмірсутекті шикізатты тиімді әрі қауіпсіз тасымалдау үшін ағын параметрлерін, құбырдың гидравликалық кедергісін және сорғы станцияларына қойылатын талаптарды анықтау. Сонымен қатар гидравликалық есептеу бұл арқылы уақыт бірлігінде тасымалдануы тиіс өнімнің шығынын анықтаудан басталады. Осы мәннің негізінде ағынның оңтайлы режимін қамтамасыз ететін, артық қысымның алдын алатын және энергия шығынын азайтатын құбыр диаметрі таңдалады. Есептеу кезінде тасымалданатын өнімнің тұтқырлығы, тығыздығы, температурасы және механикалық қоспалардың болуы ескеріледі. Себебі бұл көрсеткіштер гидравликалық кедергіге тікелей әсер етеді. Ағынға қарсы кедергі қысымның жиынтық жоғалуларымен анықталады. Оған құбыр бойындағы үйкеліс шығындары және фитингтерде, бұрылыстарда, клапандарда, тарылу және кеңею учаскелерінде жергілікті шығындары кіреді. Үйкеліс шығындарын есептеу үшін Дарси-Вейсбах формуласы қолданылады. Құбыр трассасының бүкіл ұзындығы бойынша қысымның жиынтық жоғалуы үйкеліс шығындары мен жергілікті шығындарының қосындысы ретінде анықталады. Осы деректердің негізінде шығыс нүктесінде берілген қысымды қамтамасыз ететін және қажетті өнімділікті ұстап тұратын сорғы станцияларының саны мен қуаты таңдалады. Биіктік айырмасы бар учаскелерге ерекше көңіл бөлінеді. Себебі мұндай жерлерде деңгейлер айырмасынан туындайтын гидростатикалық қысымды ескеру қажет. Тік көтерілу немесе төмендеу аймақтарында қосымша сорғы немесе тіреу
станциялары, сондай-ақ қысымды автоматты реттеу жүйелері орнатылуы мүмкін. Жоғары тұтқырлы мұнай өнімдерін тасымалдау және төмен температура жағдайында жұмыс істеу кезінде тұтқырлықты түзету енгізіледі. Өнімнің қатты аққыштығын сақтау үшін қыздырғыштарды және жылытатын құбырларды орнатылуы қажеттілігі қарастырылады. Қазіргі заманғы гидравликалық есептеу жүйелері автоматтандырылған мониторинг және басқару жүйелерімен біріктіріп, қысымды, яғни жылдамдығын, ағын жылдамдығын, температураны және өнімнің тығыздығын нақты уақыт режимінде бақылауға мүмкіндік береді. Авариялық жағдайлардың алдын алады және сорғы станцияларының жұмысын оңтайландырады. Осылайша жаңа гидравликалық есептеу мұнай өнімдерінің магистральдық құбырлар арқылы қауіпсіз, үздіксіз экономикалық тұрғыдан тиімді тасымалдау қамтамасыз етеді. Энергия шығындарын азайтады және трассаны технология әрі коммерциялық есептің бірыңғай жүйесіне біріктіруге мүмкіндік береді. Есептеулер, жылулық есептеу, экономикалық есептеулерге келетін болсақ, магистралды құбырлардың беріктік, жылулық және экономикалық есептеулері жобалаудың ажырамас бір бөлігі болып табылады. Өйткені олар мұнай және мұнай өнімдерін тасымалдау жүйесінің қауіпсіз, сенімді және тиімді және экономикалық жағынан тиімді пайдалануын қамтамасыз етеді. Енді осы есептеулерге тоқтала кетейік. Беріктік есептеулері құбырлардың айдалатын өнімнің ішкі қысымына, сыртқы жүктемелерге және механикалық әсерлерге төтеп беру қабілетін анықтауға бағытталған. Негізгі міндеттері құбыр қабырғасының қалыңдығын таңдау, материалдың беріктігін, жаншылуға, иілуге немесе коррозиялық әсерге төзімділігін тексеру болып табылады. Енді жылулық есептеулер өнімнің физика-химиялық қасиеттеріне температураның әсерін, құбырлардың жылулық ұлғаюын және трасса бойындағы жылу шығындарын ескереді. Келесі экономикалық есептеулер ол капиталдық және пайдалану шығындарын барынша азайтатын оңтайлы техникалық шешімдерді анықтауға бағытталған. Бұл есептеулерде келесілер ескеріледі. Ол жаңа құбырлардың, арматураның, сорғы жабдықтарының, оқшауланудың құны, монтаждаудың және қызмет көрсету шығындары, өнімді айдауға жұмсалатын энергия шығындары, технологиялық және жылулық әсерлерден болатын өнім жоғалтулары, жабдықтар мен құбырлардың қызмет ету мерзімі болып табылады. Осымен дәрісіміз аяқталды. Назарыңызға рахмет.